қыздырып, оған май құйып, майымыз қызығаннан соң жаңағы картошкаларымызды, тазаланған картошкаларымызды майға салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Картошкаларымыздың бәрін жақсылап қуырып алғаннан соң бөлек бір ыдысқа салып аламыз да, сосын осы майымызға, картошка қуырылған майға еттерімізді салып, етімізді де осылай жақсылап қуырамыз. Және де бетін жауып 10-15 минутке бұқтырып қоямыз. Енді осы қуырылған етіміздің үстіне жаңа қуырылған картошкаларымызды саламыз да, үстіне тұз, мен паприка қостым, паприка, қара бұрыш және де басқа өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қосып, кішкене ғана су құйып, сосын пияз салып, 40 минутқа жай отқа қойып бұқтырып пісіреміз. Міне осымен біздің тамағымыз дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.